Money, 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 always funny in a rich man's world. Сәлем, здравствуйте. Бүгін біз мына Америка құрама штатының долларын таныстыра кетейік. Америка долларында өте көп түрі бар да, біз әзір мен мына қалтамда қанша доллар бар екенін көріп бағайық. Алдымен мына $1. Бұл $1 мынау бірінші беті, мынау екінші беті. Бұл өте, бұны $1 дейміз ғой. Бұл өте көрінетін доллар. Бұны бірақ ештеңке сатып алған келмейді бұны. Өте өкініштісі, менде мына $2, $2 жоқ. Өйткені ол өте аз кезде еткен, содан кейін мен сол үшін мына жерге мына ресімін көрсетіп қояйын, өздеріңіз соны қиялдап алыңыздар. Одан кейін мына $5, мына $5, $5, мына бірінші беті, мынау екінші беті. Бұл сізге кофе сатып алған болады екен, егер сіздің тәлейіңіз келіп жатса. Одан кейін мына $10, $10, мынау алды, мынау арты. Бұған біз мына Александр Хэмилтонға сәлем айтады екенбіз. Сол мына долларды өте әйбет қылып көрсеткен мына еңбек үшін да. Одан кейін мына $20 көріп кетейік. Мына $20, $20, мына алды, мына арты, мына біз ATM мәшинесі, мына бәңкелерге барған уақытта негізінен шығарып алатын ақша осы ке. Одан кейін бұған әгіне Мектано, Kentucky Fry деген нәрселерді тез тамақтар сатып алам десең осы дәлі келеді. Одан кейін мына $50 менде жоқ екен де, қалтамда әзір $50 жоқ, неғып дегенде мен оншылық бай емеспін, дайым $50 салып жүретін жерге, бұны да ресімін көрсетіп қояйын. Одан кейін мына братан, мына ең жоғар доллары осы кен, $100, 100 bills. Бұның алды, міне бірінші беті, екінші беті, өзіңізді нағыз мына ақша алып жүргендей болып жүреткесіз. Одан кейін бұны қайшылап болсаңыз, ештеңкеңіз жоқ болады. Бүгін осы жерге келсін, осыншылық болсын. Ендігі ретке мына видео сөйлеген уақытта мына қалтамда $50 болатын шығар. Сау болыңыздар.